Әр ұстаздың алдынан түрлі адам өтеді. Шәкірттер де сондай. Бірақ адам өзінің алдынан өткен мұғалімдер қауымын, болмаса шәкірттер қауымын есінде сақтап қалады. Себебі оның бір өзіндік ерекшеліктері болады. Қаламқаста тура сондай ерекшелігі, дарындылығы және де басқа қабілеттері бір бөлек жан. Қаламқастың ізденісі, қаламқастың сұранысы, қаламқастың өмірге қоятын талабы, оның өзіндік пікірі, ұстанымдары бір бөлек дүние. Егер де әр мұғалімнің өмірінен адамдар зерттейтін болса, бір ғылыми еңбек жазып шығатын сөзсіз. Міне сол сияқты менің үлкен ауқымды ізденістерімнің бір төбе адамы, бір төбе педагог, яғни бір бөлек, бітімі де ерекшелігі де бөлек, ол қаламқас. Мұғалім білімнің сауыты сияқты. Білім сауытына үнемі өзінің өмірден көргендерін, танымын, қандай да бір деректерді толтыра біледі. Ол соның ішінде қорытылады, ол соның ішінде өңделіп жатады. Енді осыны сыртқа беруде, яғни ол мүмкін оқушыға берілетін шығар, ол мүмкін адамдарға берілетін шығар, ол мүмкін ұстаздарға, болмаса тағы осыны қажет еткен адамдарға ұсынылуы мүмкін. Қаламқас осы сауыттың ұсынылуына жақсы әсер ететін қалам сияқты. Себебі қаламы болмай сауыт жалғыз, ал қаламқас әлі де берері, қызықтырары, шығармашылығы көп бір ерекше тұлға. Мен қаламқасты қаламға ұқсатар едім. Және оған жазарың да, айтарың да, жеткізерің де көп болғай деп тілеймін. Қайырлы күн, әріптестер. Мен Алматы қаласы Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы. Республикалық үздік педагог 2018 байқауының жеңімпазы Дүйсебаева Әсем Аманжанқызы. Пандемия кезінде бейнесабақ жасау әдістемесін республика көлемінде тараттым. Осы курстарда өзін белсенді қырынан таныта білген Қаламқас Ақбердіқызы жайлы пікір айтқым келеді. Қаламқас Ақбердіқызы қашықтықтан оқыту технологияларын жетік меңгерген, нағыз креативті, шығармашыл ұстаз деп біледі. Өзінің білімін, біліктілігін қашықтықтан оқыту барысында тиімді қолдана біліп, оқушылардың сапалы білім алуына қол жеткізді. Camtasia Studio, Hand Animation, Adobe Premiere Pro бағдарламаларында бейнесабақ жасаудың шебер меңгерді. Бейнесабақ бұл қашықтықтан оқытудың тиімді формасы екенін барлығымыз білеміз. Олай болса, осындай шығармашыл ұстаздарымыздың еңбегі әрдайым жана берсін. Құрметті ұстазым Қаламқас апай, ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей, шәкірттеріңіздің бойына адамгершілік, жауапкершілік, ар-ұят, ұлтжандылық сынды асыл қасиеттерді дарыта білгеніңіз үшін сізге шәкірт ретінде айтар алғысым шексіз. Сонымен қатар, қазақ тіл әдебиет сабағында біздерге Абай атамыздың, Шәкәрім атамыздың жыр сөздерін, қара сөздерін оқып, жаттатып, сонымен қатар оны жан-жақты талдау арқылы біздердің рухани болмысымызды аша білдіңіз. Сол кездегі берген тәлім-тәрбиеңіз, сол кездегі біздердің бойымызға құйған барлық асыл қасиеттер күні бүгінге дейін бізбен бірге келеді. Және біз соларды өзіміздің артымыздан берген ұл-қыздарымызға, шәкірттерімізге берудеміз. Осындай асыл қасиеттеріңіз үшін сізге шәкірт ретінде бас иеміз, алғыс айтамыз. Мың алғыс сізге, ұстаз. Құрметті Қаламқас апай, сіз 2000-2006 жылда Түркістан қаласында қазақ тілі мен әдебиет пәндеріне мен ұстазым болдыңыз. Сол уақытта сіз өзіңізді шәкірттеріңізге, яғни бізге өз ісінің нағыз шебері, білікті ұстаз ретінде көрсете білдіңіз. 21 ғасыр көшбасшысына финалдық жылдық ойынға қатысқанда және ұбт-ға дайындық кезінде сіздің берген көмегіңіз бен демеуіңіз зор болды. Мәселен, ұбт-ға қазақ тілінен 30 сұрақтан 28-не, ал ғасыр көшбасшысында маусымдық ойында әдебиеттен келген барлық сұрақтарға мүдірмей дұрыс жауап беруім, тіпті 2010 жылы болашақ бағдарламасының Ұлыбританияға тапсыруында қазтесттен 150-ден 149-ны дұрыс жауап беруім, бұның барлығы да сіздің қазақ тілінен берген дұрыс
біліміңіздің жемісі. Міне сол үшін сізге зор алғысымды айтқым келеді. Қаламқас ұстазым мені мектеп қабырғасынан бастап ақылдылық пен төзімділікке, қарапайымдылық пен жауапкершілікке үйретті. Бұл менің қазіргі медициналық қызметімде аса пайдалы қасиеттер. Әрдайым алға қойған мақсатыма ешқандай қиыншылыққа мойымай батыл жетуге баулыды. Ұстазым, сізге тек қана еңбегіңізге творчестволық табыс тілеймін. Құрметті де қадірлі ұстазым Қаламқас апай, сізді бәріміздің қамқоршымыз, шәкірттеріңіздің жылы жүректі ұстазы болғаныңызды мақтан етеміз. Көп жылдар бойы ақырын жүріп, анық басқан ұстаз болуыңызбен бірге бізді сабырлы мінезбен, салмақты ақылыңызбен тәрбиеледіңіз. Әрқайсымыздың өмірде өз орнымызды табуымыз үшін берген ақыл кеңестеріңізге, бізді ел қатарына қосқаныңызға мыңдан бір рахмет айтып, шәкірттік ықыласымызды білдіргімізге. Үлкен биікке қол жеткізуімізге, кісілікке, адамгершілікке тәрбиелегеніңіз үшін біз сізге әрқашан қарыздармыз.